Достар, сіздермен бірге мен Ажынсұлы. Бүгінгі біздің видеомызда біздің әпке телехикаясындағы Барыш туралы айтатын боламыз. Барыштың шын аты Бурак Денис, ал бұл болса Барыштың кішкентай кезі. Барыш 1991 жылы 17 ақпанда дүниеге келген. Оның салмағы 77 килограмм, ал бойы 182 сантиметр. Бурак Денисдің ата-анасы ажырасып кеткеннен кейін ол балалық шағын Измир қаласында өткізді. Бірақ ол мектепті бітіргеннен кейін өзінің актер болатынын түсініп, Стамбул қаласына қайттан көшіп келіп, университетке оқуға тапсырып, өнертану мамандығы бойынша білім алды. Актер өзінің ең алғашқы киносын 22 жасында 2011 жылы сомдады. Ол біздің колледждегі күнделік атты телехикая. Бұл телехикая арқылы ол танымал актерлармен таныса бастады және де өзінің талантын басқа режиссерларға таныта алды. Солайша актер 2016 жылы «Махаббат сөз түсінбейді» атты телехикаяға шақыру алған. Бұл оның телехикаядағы жұбы Ханде Эрчел. Солайша көп адам Ханде Эрчел мен Буракты қызық көреді. Бұл телехикая халықтың көңілінен жақсы шыққан. Және сол жылы «Түн ханшайымы» атты телехикаяға Бурактың түсуінің арқасында Буракқа көп танымалдық әкелінді. Себебі бұл телехикая халықтың елдің көңілінен шыға отырып, 25 елде көрсетіліп, жақсы рейтингке қол жеткізілген. Бәріміздің білетін киномыз біздің әпке телехикаясын. Ол 2017 жылы Медиапым атақты компания бұны біздің әпке телехикаясына түсуге шақырған болатын. Бурак өзінің келісімін беріп, ол телехикаяда басты рөлге ие болған. Және ол сол жылы жақсы жетістіктерге қол жеткізді. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетейік. Алда көптеген актерлар жайлы мәліметтер шығады. Комментарияға жазып кетейік, қандай актерлар жайлы мәлімет шығарғанымды қалайсыздар. Біздің әпке телехикаясындағы барлық актерлар жайлы шығады. Сау болыңыздар.